Сәлем, менің жас досым. Мақал-мәтел үйренуді жалғастырамыз. Бүгін тілге қатысты мақалдардың мағынасын талдаймыз. Ендеше экранға назар аудар. Азамат пен Самат көшеде кездесіп қалады. Самат Азаматқа: «Привет, досым. Как ты? О, саған кешегі үшін респект». Азамат Саматтың бетіне таңғала қарап: «Самат, сен неге үш тілді араластырып сөйлейсің? Не орысша, не қазақша, не ағылшынша таза сөйлесеңші. Тіл мәдениетін сақтағаның дұрыс болады. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте» дейді. Басқа тілдерді білгенің дұрыс, бірақ қазақша таза тілдес. Ол сенің ана тілің. Самат өз қатесін түсініп: «Жарайды, мақалыңды түсіндім. Басқа тіл білген жақсы, бірақ өз ана тіліме деген құрметімді сақтауым керек екен. Рахмет, досым». Ал, досым, экранға шыққан мақалдардан түсіп қалған сөзін тауып, оның мағынасын талдап көрші. Өнер алды қызыл, тіл. Өнер алды қызыл тіл. Тіл қылыштан, өткір. Тіл қылыштан өткірі. Басқа пәле, тілден. Басқа пәле тілден.